Технологиялар әлемінде жүз беріп атырған ең соңғы жаңалықтар менен танысып баруды давам етеміз. Россиялық компаниялардың бірі тарапынан жүк тасушы құрылма ісілеп шығарылды. Ровер деп аталған бұл кіші робот атрапындағы объектілерді жақсы таниды. Алдынан шыққан тосқыларды айланып өтіп, пиядаларға жол береді. Құрылманың биіктігі 1,5 метр, ал тезлігі адамдардың харекеті менен бірдей. Қазіргі уақытта бұл робот сынаудан өткерілмекте. Сынау барысында құжетлерді һәм қағазларды тасымақта. Ол еркін жүре алады. Бірақ дегенменен қазіргі уақытта оның харекеті оператор тарапынан бақыланбақта. Тәжірибе сынау барысы сәтті жұмақланса, ең үлкен компаниялар арасында қызмет көрсету үшін пайдаланады. Радиоактив шығындыларды тазалаушы микроқұрылма ісілеп шығарылды. Бүгінгі күнде химия тарауы ілімпазлары шығындылар менен байланысты машқалаларды шешу бойынша бір қатар іліми жұмыслар алып бармақта. Жақында сырт ел алымдары тарапынан атом электростанцияларының сұйық шығындылары құрамындағы уранды жинап алатұғын кіші құрылманы ісілеп шықты. Қазіргі күнде дүнияда 192 атом электростанциялары бар. Бұл атом электростанцияларынан радиоактив сұйықлық шығады. Міне осы сұйықлықтарды зиянсызландыру үшін бірнеше химиялық тазалаулар алып барылады. Егер де біз сөз етіп атырған жаңа құрылма қолданылса, бір қатар химиялық тазалауларды талап етпейді. Олардың һәммесін микроқұрылма жәрдемінде зиянсызландырады. Бұл болса экологиялық батасланудың алдын алуға жәрдемдеседі. Голландияда океан суларын шығындылардан тазалайтұғын жаңа технология түрі пайда болды. Бұл шығынды тазалайтұғын кеме үлкен дариялардың океанға құю жағасында тұрып, дариялардан ағып келетұғын шығынды қалдықлары менен пластик ыдысларды океанға өткермей жинап алу менен шұғыланады. Бұдан алдын бұл техниканы Тыныш океандағы шығындыларды тазалау бойынша тәжірибеден өткерген. Тәжірибе барысында көптеген шығындыларды жинадық дейді ісілеп шығарушылар. Сондай-ақ ол Жакарта, Индонезия, Малайзия, Вьетнам һәм Доминикан Республикасы дарияларында шығындыларды жинаған. Технологияның басты мақсаты тикарынан пластик шығындыларды жинау болып табылады. Бір құрылма күніне 100 тонна шығынды жинау қасиетіне ие. Германияда ұшатұғын транспорттың тезлігі сағатына 100 км-ге жетті. Жергілікті ісілеп шығарушылар бұл технологияны 2025 жылы толығы менен әмелге асырмақшы. 36 электромотор менен үскенеленген ұшушы транспорт түрі аспанға көтерілгеннен соң тезлігін бірден асыру ұқыплығына ие. Оның көлемі еркін ұшуға қолайлы. Хабарыңыз болса керек, бүгінгі күнде көптеген мемлекеттерде ұшатұғын транспорт түрлері сынаудан өткерілмекте. Олар менен немістің ұшушы құрылмасы да бәсекелесе алады. Қазіргі уақытта бұл құрылма аралықтан басқару құралы арқылы сынақтан өткерілмекте. Алдағы уақытта сағатына 300 км-ге шекем ұша алады. Сондай-ақ ісілеп шығарушылар қала ішіндегі рейслерді әмелге асыруды жүйелестірмекте. Енді құлағы ұлымай естітпейтұғын адамдар музыканы киімнің жәрдеміменен сезіп, тыңлай алады. Soundshot деп аталған жаңа инновациялық киімде 16 микромузыка аспаптарының механизмі жайласқан. Мысалы, киімнің қол тарапы арқылы скрипканы тыңлауға, барабанда киімнің арқа тарапында жайласқан материалы арқылы болса, музыканы тыңлап сезуге болады. Құйырмен һәм Иро атлы егіз қызлардың балалығынан құлағы естітпейді. Олар осы технологияны пайдалану арқылы ажайып музыка сезімлерін өзінде қабыл ете алады. Киімді ісілеп шығарушылар жүда жіңішке сымларды адам денесіне батпайтын етіп, қолайлы жайластырған. Ақылы киімнің дауысын сазлау үшін бір қатар техникалық жұмыслар әмелге асырылды. Киім авторларының айтуынша, алдағы уақытта оны және де жетілдіреді. Дүния жүзі бойынша интернет пайдаланушыларының саны 4,1 миллиардтан асты. Қазіргі уақытта планетамыздың 54%-тен астам тұрғыны интернетті пайдаланбақта. Бұл көрсеткіш жыл сайын артып бармақта. Бұл хақында халықаралық электробайланыс кеңесі хабар берді. Ал 3,6 миллиард адам интернетті пайдалану мүмкіншілігіне ие емес. Бұнда ең төмен көрсеткіш Африка елі екенлігі белгілі болды. Технологиялар рауажланған сайын ізденулерде артады. Бұл болса, жаңа технологиялардың жаратылуына түрткі болады. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылар. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз береді? Әлбетте бұны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтің.